шалдар құтырған заман болды дейтіндер көп. Бұл күнде ақылдың кені атанар жасқа жеткенде иесінен танып, ұятты ұмытып, жыныстық құштарлыққа деген аңсары басылмайтын есерсоқ шалдар жайлы мен де жиі естіп кетіп едім. Бірақ өзің танитын ақсақалдың қылығын көзбен көру бір басқа екен. Аталас атамыздың кемпірі былтыр қайтыс болып, ауылға барып соның асын өткізіп келдік. Алыстан барған соң ауылда тағы бір 2-3 күн болуды жөн көріп, әке шешеміздің үйінде аунап-қунап жатқанбыз. «Әй, Әнуар, мына ағаңның жайын неге ойламайсың?» деген дауыстан селк ете қалдық. Сөйтсек кешегі ас берген үйдегі атамыз. Әкемізге мұңын шаға келіп те. Айтуынша балалары бұның жайын мүлдем сұрамайды екен, әйтеуір ұл қыздарына өкпелі. Ақыры, мені үйлендіріңдер, ана келініміз Пердегүлге құда түсі келдім, әмеңгерлікпен соны аламын дегені. Шешемнің аузы ашылып қалыпты. Пердегүл абысынның күйеуінен айырылғанына бірнеше жылдың жүзі болған. Ол да мына қайнағасының інісі емес пе, сонда қалай, басқаға үйлендір десе де ештеңе емес еді, ауыздарына сөз түспеді. Жалтақтап әкеме қарайды. Әкем де сасып қалғандай. 80-нен асқан ағасының жайынан хабардар, денсаулығы болмай, бүйрегіне ота жасатқан. Отадан еш көмек болмай, зәрі тоқтамайтын болып, үлкендер киетін жаялықпен жүретін. Оның өзін балалары таза жүрсін деп кигізіп қойса, мінезді ағасы шешіп тастап, оларды әбігерге салатын. Үстінен мүңкіп тұрған зәр иісін өзі де сезбейтін тәрізді, әйтпесе қатын аламын деп мұнша шабылып несі бар. Бұл атамыздың бұл қылығын алжығандық деп қоя салуға болар еді. Бірақ ол кісі жайлы дені сау кезінде де ауылдастардан қаңқу сөз естіген едім. Апамыздың көзі тері кезіндегі, осыдан бар 10-15 жыл бұрынғы әңгіме ғой. 90-шы жылдардың басындағы жыныстық қатынас төңкерісі деген бәле біздің ауылды да айналып өтпеді. Жастардың ағзасында гормон ойнақшыса, жасы үлкендер жағы еріккеннен Виагра дәрісін алып ішіп құтырыпты. Солардың арасында мына отырған атамыз да бар еді. Байқұс кемпірін көше бойында талай рет қуалап, үйіне сүйрелеп келіп, төсекке алып ұрады екен. Бөлме сыртында ұл қызы жүрме, келін жүрме, немересі қарап тұрма, мән олығын басуды әдетке айналдырыпты. Сөйтіп жүріп ақыры апамызды басқалардың бетіне түзу қарай алмайтын жағдайға жеткізген еді. Біздің үйге келіп бірнеше күн болып қонып кететін. Онысын біз қызық көретенбіз, екі абысының жас қыздардай бір бөлмеге тығылып алып шүйіркелесіп отыратынын көріп, әңгіменің қызығынан шыға алмай біздің үйде қалып қояды деп ойлайтынмын. Сөйтсем, атамыздың әлгіндегідей қылығынан жауыр болып, бір 2 күн болсын тынығып кетуді жоспарлайды екен ғой. Төркін іздеп ауылдан алыс кететін жаста емес, амал жоқ, абысының сүйі көрген. Хайран апамыз. Үйге келген Пердегүл апамыз мән-жайды естіп алып, ернін сылп еткізді. Сұқ саусағымен бетін шымшып, осынша уақыт шалсыз жүрдім ғой, бала шағам қасымда жоқ болмайды. Қайнағамды қарау қалып еді маған деп ренжіген болды. Құлағы дұрыс естімейтін атамыз сонда да қайтпайды. Балалар қарсы емес, қарсы болып көрсін деп қояды дес көрсін. Қойшы, не керек, күлкіден жарыла жаздап, дастархан басынан тұрып кеттім. Шешемде құйып отырған шайын тастап сыртқа шықты. Күлсең, кәріге күл деген осы екен ғой. Амалсыз үнсіз отырған әкем шыдамай кетті-ау деймін. Келіспеймін деп отыр, аға деп ортаға тілмашыққа түсті. Пердегүл апа да орнынан тұрып кетуге айналды. Жолдан тоқтатқан шешем ренжіме дегендей ыңғай танытты. Біраздан соң келіп еді. Ондағысы қайнағасына шақырып әкеп берген кінәсін жуып шайғаны еді. Сырттан естіп отырмын, атамыз үйленемін деген ойынан әлі айныр емес. Қалыңдық іздей бастады. Ауылдың ана шеті мен мына шетіндегі жесірлерді түгендеп отыр еді, артынан іздеп үлкен ұлы келді. Атамызға сөзін өткізе алатын осы ұлы. Түтегіп кеткен. Өзің әзер жүріп, кемпір сенің не теңің деп бездің көзімізше күлген болса да, іштегі ыза мен ашуы бетіне шығып тұрған еді. Үйден шығармайық бағып отыр едік, соның өзіне риза емес деп әкесіне ренжігенін де жасырмады. Осы оқиға қалаға келген соң да ойымнан біразға дейін шықпады. Әкең жынды болса, арбаға байлап бақ деген сөздің де мәні бар екен-ау.